Ақышев Төкіш 1932 жылы Қарағанды облысы Ақтоғай ауылында дүниеге келген. Ғалым, Қазақстанда геофизика саласын ұйымдастырушы. Арғын тайпасы Қаракесек руының әлдеке бұтағынан шыққан. 3 мәрте кен орнын алғаш ашушы, геологиялық минералды ғылым докторы, профессор, жер қойнауын барлаудың үздігі, Қарағанды мемлекет мұғалімдер институтын, Қазақ Кентау институтын бітірген. 1951-52 жылдары Ақтоғай орта мектебінде мұғалім, 1957-70 жылдары орталық Қазақстандағы Ағадыр геофизикалық экспедициясында оператор, геофизик, аға геофизик, кешенді далалық партиясының басшысы, экспедиция бастығы болды. 1970-81 жылдары Алматы облысы Іле физиологиялық экспедициясын басқарып, Мамыр қалашығын салдырды. 1981-87 жылдары Қазгеофизика геологиялық өндірістік бірлесінің бастығы. 1992 жылдан өмірінің соңына дейін Қазту геофизика кафедрасының меңгерушісі болды. Ақышевтің негізгі ғылыми еңбектері Қазақстанның геофизика саласына арналған. Ғылымның тікелей қатысуымен көптеген ірі кен орындары, Ұзынжал, Көкпен-көл, Қосағалы, Құмадыр, Тұяқ, Қызылтас, Шу-Сарысу тағы басқалары ашылды. Каспий ойпатынан 2000-ға жуық мұнай мен газ көздері құрылымдарының орны анықталып, бұрғылауға дайындалды. Қарашығанақ мұнай-газ конденсат кен орнына барлау жұмыстарын қосқан үлесі үшін Ақышевке КСРО министрлер кеңесінің сыйлығы 1968-80 жылдары Қазақстанның металлогениясы мен басы тау-кен аймақтарының кешенді зерттеудегі ғылыми еңбегі үшін КСРО мемлекеттік сыйлығы берілді. 200-ден астам ғылыми еңбектің, 8 монографияның, 11 геологиялық картаның авторы, еңбек қызыл ту орденімен бірнеше медальдармен марапатталған, Қазақстанның алтын кітабына енген.